Қанша мың теңгемен бастадың? 10 мың теңге бастадық қой. Ауылда отырып 10 мың теңгемен бизнес бастаған қалай болады екен? Видеоның соңына шейін қараңыздар. Біз Шымкент облысы, Арыс қаласы, Монтайтас ауылы ма? Монтайтас. Есімің кім сен бауыр? Айдос қой. Мына бизнес қалай басталды негізі? Айтшы соны. Бұның историясы өте қызықты. Енді айтып берсем, біраз адамға қажетіне жарайтын дүние. Қанша мың теңгемен бастадың? 10 мың теңге бастадық қой. Қазір қол астында қанша адам жұмыс істейді? 13 адамбыз. Ең кемі қанша айлық алады? Ең кемі 400 мың. Қарапайым ауылда. Қарапайым ауылдамыз. Қай уақытта аштың бұны? Осыдан 6 жыл алдым, 2020-да. Бұның историясы карантинде қысылып, жай ғана үйден 10 мың теңгеге акарашка әкеп, шашлик істеп, артылған шашликті халыққа бердік. Содан мен осыны үлкен кәсіпке айналып, сұраныс болып кетті ғой. Өзің поварсың ба негізі? Бұның шашлик пісіруінде өз өнері бар ғой негізі оның. Қаяқтан бұл? Я бізде марқұм әкем қайтыс болып кетті ғой. Сол кісіден қандағы бар өнерім ғой. Бұған дейін біз барлық жұмыс істедік, барлық кәсіпті көрдік. Соңында қандағы бар өнер жібермей, әкеміздің жолына түсіп кеттік. Әкеңіз жалпы бүткіл баяғы советский союздың кезінде бүткіл ауылға жаңа айтып қалдың ғой. Плов басқан, неғылған деп. Соның берекесін Алла тағала саған беріп тұр ғой. Былайша айтқан кезде. Естіп жатырмын, жалпы мына Арыс қаласында бүткілі сені біледі екен. Айдос деп мынаны іздеп біледі екен. Жетісайдан келіп жатыр дейді. Сарыағаш, мына жақ Шардарадан, Арыстан іздеп келеді дейді. Жаңа қарап мына жерде қаншама машиналар, қаншама лауазымды биік адамдарды сені іздеп, осы жерге сенің балығың дәмін татуға келеді екен да. Бұның сыры неде? Бірінші сыры бұл әкеміздің дарыған өнер. Екінші сыры бұл жерде біз өзбектер айтады ғой, меха деп. Бар махаббатымызбен. Қазір сіздер мені артист киімін көрсеңіздер, біраз уақытта мен бұл жерде как боз рабочий ұқсап, бар өнерім салынған бұл жерде. Оттан кіріп қазаннан бірақ шығамыз ғой. Тікелей бұл жерде біздің балықтың, қойдың басының жан-жаққа танылып отқан себебі тікелей өзім қолымнан дайындаламыз. Мариновка өзім қолымнан. Басқа ешкім істемейді бұл жерде. Өзің мариновканы бәрін дайындап беремін, поварлар құрады бұл жерде. Сондықтан да сұраныс болып жатқан, сіздер қашан келсеңіздер де, қашан келіп жесеңіздер де, сол бірден 100 миллион ақшаға да франшизасын сұрады, мен бірақ берген жоқпын. Құдай қаласа бұны басқа қалаларға да бар дамыту арманым үлкен. Мына кафені дамытқым келеді деп өзің армандарды айттың жалпы. Құдай қаласа. Фишка барлық мариновка, барлық дәм мен өзімнің қолымнан шығады. Мен ауырып қалсам да, мен былай қыдырып кетсем де жұмыс тоқтайды. Мен болмағанда жұмыс істемейді бұл жерде. Сосын ешкім көрсетпей келіп жатырмын. Жасырыныстап, бұл жасырыныстау себебіміз қазір әлемге әйгілі Макдональдс, KFC дәл осы ауылдан кішкентай ғана жерден басталған. Біз өзімізді үлкен кәсіпкерлердің тәжірибесін аламыз да, біз авторлық құқықты сақтаймыз барынша біз. Мынау Арысқа қанша километр негізі? 45 километр. 45 километр Арыстың өзіне. Чимкентке ше? 80 километр. Чимкенттен келіп жейтіндер бар ма жоқ? Бар жейтіндер. Кәдімгідей іздеп келіп жей ма? Балық қаяқтікі балық? Бізде Шардара ғой. Балықтың басын любительдер қолап кетеді бұл жерге. Арнайы. Әр келгенде дегустацияға ұқсап тексеріп жейді ғой. Мен соны қатты қараймын да. Пиво сатасына ма? Пиво ішімдік жоқ. Бұл жерде Аллаға шүкір ішімдік спиртный болмаса да жүріп тұр. Себебі бізде мариновка жоғары. Кешке таман әжептәуір кәсіп істеп тастайсыңдар ғой. В общем, жазын ұрамыз десе, полный. Мына жерлерге неге бассейн қойып, сондайлар істеп тастау ойда бар ма болашақта? Алдағы уақытта жоспарда бар. Өйткені оған қатты сұраныс болып отыр. Живой балыққа да сұраныс болып отыр. Бассейнге де сұраныс болып отыр. Ауылда отырып бизнес істеуге болмайды, қалаға бару керек. Анау мынау деп бәріміз қиял қуып кетеміз ғой негізі. Ауылда отырып та кәсіп дөңгелетуге болады. Жас балдарға не ақыл айтасың? Мүмкіндік көп, просто мүмкіндікті көре білу керек та оны. Оны іздеп, оқып, бос жату, бос телефон шұқылап, бос жүрісті тастаған адам, ізденген адам мүмкіндікті көбірек көреді. Еңбек дейсің ғой жалпы? Еңбек бәрін еңбек дейді ғой негізі. Адамның мақсат арман айқын болса, ол келеді. Құдайдың өзі жеткізеді. Алла тағала есік алдынан болса да береді. Осындай жігіттеріміз көп болса, біздің Қазақстан құдай қаласа дамиды. Арысқа мысалы доставка керек болатын болса, Чимкентке доставка жасау керек болса, соның бәрін істеп бере аласыңдар ма мысалы сендер? Той жиын, құран тамақтың бәрін істейміз. Қандай заказ келеді, клиентті біз қайтармаймыз, қолын қайтармаймыз. Сұранысын бәрін жібереміз. Бұл жерде балық, жаңағы бас, шашлик бар, одан кейін чикен бар. Чикен осы төртеуі ма? Тек қана басқа тамақ сатпайсыңдар, Бізде ең қатты сұраныс ауыл жерде осы. Кухняға бірінші өзіңіз игеріңіз. Сонда қазір өзбек алып келесіз ба, корейс, қытай алып келесіз ба, олар уақытша дүние ғой. Кетеді, сол кеткен күні мына кухня жабылады. Бізде қазір ұстап тұрған фишка, біз өзіміз отынан кіріп, күлінен шығып, қазаннан бірақ шыққан екен, бұл дүние жалғасады. Мен де қызғанбаймын. Егер осы саланы дамытам десеңіздер, бірінші өзіңіз үйгеніңіз, өйткені повар кетіп қалған жағдайда кухня тоқтамайды да. 6 жыл болды. Бізде поварлар ауысады, бірақ кухня рецепт балық, чикен, қойдың басы тоқтамайды ғой. Енді дараның атынан бір жас кәсіпкерлер өзіңнен үйренгісі келетін, осыдан совет сұрайтын, осы сала бойынша ауылдан ашқысы келетін жігіттер саған келіп жатса, ақылыңды айтуға дайынсың ба мысалы? Тегін ақылыңды айтып жіберуге да? Әрине, барлық жерде бұны айтылатын сөз бар ғой, лидер болғың келсе,
ол шаланың нанын жегің келсе оның жетістігін емес оның құлаған жығылып тұрған жолдарын айтуға мен бәрін құлайтын жылайтын барлығын қиыншылығын айтуға дайынсың ғой. Ағайындар, келіңіздер, жас кәсіпкерлер, ауылдан да кәсіп ашуға болады. Кішкене әрекет жасасаңыздар болды. 10 000 теңгемен бастадым, карантинде шашлыкпен. Алла тағала берекесін беріп жіберді деп отыр ғой мына жігіт. Қазіргі таңда мына жерде көріп отырсыздар, қаншама кәсіпті меңгеріп отырған жігіт. Осындай қазақтың жігіттері көп болсын ағайындар. Жарқыраса өзіміздің қазақтың жігіттері жарқырап жүрсін. Қазақтар бай болуға міндетті, әр қазақ бай өмір сүруге міндетті. Тек қана сіздер үшін Арыс қаласы, Монтойтас ауылы, тек қана сіздер үшін let's go деп айтшы енді бар. Let's go. Let's go.